мына тамақты жасап жеп көрмесеңіз қатты өкінесіз. Неге десеңіз, бұл тамақ өте дәмді және сочный болып шығады. Бір рет жасап көріңіз, сіздің ең сүйікті тамағыңызға айналатыны сөзсіз. Алдымен табамызды жақсылап майлап алатын боламыз. Одан кейін ұсақтап туралған картошкаларымызды орналастырамыз. Әр салған заттың ортасына майонез бен сырымызды кесек-кезегімен қосып отыруды ұмытпаймыз. Майонезімізді жағып, үстіне кішкене сыр себетін боламыз. Артынша турап алған саңырауқұлақтарымызды салып, үстінен майонез жағып, қайтадан картошкаларымызды бір қалыпта орналастырып шығатын боламыз. Картошкамыздың үстіне майонез жағып, кішкене сыр сеуіп, енді фаршымызды орналастыратын боламыз. Фарштың барлығын біркелкі етіп жайып шықсаңыздар болады. Артынша қасықпен жүріп өтсеңіздер болады. Ендігі кезекте арасына салатын құймасын дайындаймыз. Жұмыртқаның үстіне сүтімізді құйып, тұз бұрышын салып, осылайынан жақсылап араластырып, осылай құйып шығатын боламыз. Үстіне тағы да әдемілеп сыр сеуіп, фольгамен бетін жауып, арасын осылайынан тесіп шығатын боламыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 1 сағат 20 минут аралығында пісіп шығатын болады. Осылайынан әдемілеп кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді және менің ең сүйікті тағамымның бірі деп айтсам да болады. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырамын. Баршаңызға ас болсын.